Сәлеметсіздер ме, қазақ елі? Бүгін Қазақстанда болып жатқан бір жағдай маған өте ұнамайды. Ол адамға, басқа жерлерден келген адамдарға көзқарас, қарым-қатынастар. Бүгін қазақтардың арасында бір жеккөрушілік пайда болды. Шынымды айтсам, мен осы Алматыда туып өстім, 60 жыл бойы туып өсіп өмір сүріп жатырмын. Бірақ осындай масқараны бірінші рет көріп отырмын. Ешқашан бұндай болған емес. Бізде бұрын мысалы Алматыда 120 этностардың мүшелері тұрған жерде біздің Алматымыз Астана болған. Сонда біз өте жақсы, керемет өмір сүргенбіз. Әрине, кейде бір әсіресе орыстардан шыққан неше түрлі адамдар болады ғой, олардың арасында бізге қарсы сөйлегендер болған, бірақ ол кішкентай кезімізде болады ғой. Біз кішкентай балалар болғанымызда біз солармен кейде сөйтіп кішкене ұрысып қалатұғымыз, дискриминация көрсететұғын, бізге қысым көрсететұғын. Бірақ жалпы өмірінде Алматыда ешқашанда қиыншылық көрген емеспін. Мысалы, басқа ұлттармен, басқа этностармен қақтығыс, мысалы дискриминация, ешбір қысым көрген емеспін. Және де өзімде көрсеткен емеспін. Алматыда аз болған адам. Содан кейін біз басқа, мысалы, солтүстік жерге барғанымызда көргеніміз, мысалы, Қостанай облысында 3% қазақтар тұратұғын. Сонда да қазақтарға жақсы қарайтұғын, жақсы көзбен қарайтұғын, басқа ұлттар. Ол жерде тек орыстар емес, басқа да ұлттар болған. Бірақ бізде әрқашан өте сондай мейірімді, мәдениетті, білімді адамдар болатұғын. Сондықтан біз бір-бірімізбен өте жақсы өмір сүретұғымыз. Ауыл жақтарға барғанымызда, апаларымызбен, туысқандарымызға барғанымызда ылғи қолдарын, құшағын жайып бізге жақсы қарайтұғын. Сол ауылдарда да неше түрлі этностар тұратұғын. Немістер де, украин, корейстер, орыстар тұратұғын. Бәрі бір отбасы ретінде бір-біріне жақсы, жылы көзбен қарайтұғын. Ол кісілер де басқа жақтан келіп, сол Қазақстанда қалып қалған халықтар болатұғын. Оны Сталин репрессиялар әкелген осында, сол халықтарды. Бірақ қазақтар, осы жергілікті қазақтар әрқашан құшағын жайып жақсы көзбен қарайтұғын, және де мейірімді, рахымды, және қонақшы адам, сондай қонақтарға қолдарын жайып, сондай ақпейілді адамдар болатұғын әрқашан. Өмірінде осындай жақсы бір-бірімізбен ұлттардың арасында, басқа этностардың арасында, қонақтар келгенде қандай қатынас көрсететұғымызды бәрі есімде бала кезімнен бері. Бірақ қазір Қазақстанда, әсіресе Алматыда болып жатқан масқара менің басыма симайды, шыны керек. Ондай нәрсені, мысалы, анау ұлт кетсін, мынау кетсін, мынау орыстар қазақша сөйлесін, барып содан кейін анау кафелер басқа анау салон красоты басқа бизнес көрсетіп жатқан жерлеріне барып жанталасып өздерін ананы істе, мынаны істе дегені өте мәдениетсіздікке жататұғын, надандыққа да жататұғын әрекет деп ойлаймын. Себебі мен ойлаймын, бұл кісілер өздері де Алматыда, Қазақстанда тұрған емес бұрын. Бұл адамдар біздің осы жергілікті мәдениетті білмейтұғын адамдар деп ойлаймын. Және де білімі де шолақ деп ойлаймын. Ішіндегі пейілі де тар деп ойлаймын осындай адамдардың. Себебі олар ылғи адамдар, басқа шеттен келген адамдар болса, оларға қастылықты көрсетіп, сондай бір дұшпандықпен қарап отырады. Ылғи сонда ішіндегі жатқан анау зұлымдық әрқашан дайын болып тұрады. Ішінен шыққан ретінде басқа ұлттарға көзқарас, сондай бір бұрын соңды болмаған әрекеттерді бізге алдымызда көрсетеді. Кейде басқа жерлерге барғанымызда, базар болсын, автобус болсын, басқа бір дүкендерде, ауруханаларда барғанымызда, Алматыда әсіресе көптен бері ешқашан бұрын көрмеген адамдардың
бейнелері, содан кейін олардың қылықтары, жүріс тұрысы, сондай бір манерлері бір түрлі басқа бір жерден келген сияқты болып тұрады маған. И оларға қарасам, кейде ойлаймын, бұл кісілер, иә, әрине, бұл қазақтар болу керек, қазақша сөйтіп судай сөйлеп тұрса, қазақтар үшін өздерін патриот деп ойлайтын шығар, өздері сондай ұлтшыл деп ойлайтын шығар. Сондықтан әрқашан қай жерге барса да қазақша сөйле деп ұрсып тастайды бәрімізге де. Сол адамдарды қарап отырсам, ойлаймын, бұл адамдар шеттен келген өздері басқа бір жерлерден келіп, түкпір Совет одағындағы болған жерлерден келіп, мысалы, мүмкін басқа да мемлекеттерден келген шығар. Бірақ өздерін білген, бұрыннан келе жатқан манерлерімен, анау өздерінің шола ақылдарын осы жерге әкеліп, өздері соны жайып отыр бізге. Бірақ бұрын осында Қазақстанда, бұрыннан даже неден Ресейден бұрын өзімізде осы қалаларда, осы Алматы, Қазақстан жерінде қалыптасқан өзіміздің мәдениетіміз болған. Сол мәдениетке ешбір өзгеріс істемеу керек. Ол біздің Қазақстандағы мәдениет, адамгершілігіміз, содан кейін санамыз, пейіліміз және парасаттылығымыз өте жоғары деңгейде болатұғын. Қай жерге барсаң да, Қызылорданың ауылына барсаң да, Петропавловсктың бір кішкентай қаласына барсаң да, Петропавл облысының бұрын бөлек болатұғын. Петропавл облысы, Талдықорған облысы бөлек болатұғын бұрын. Семей облысы, Өскемен облысы бөлек болатұғын. Сол қай жерге барсаң да, әрқашан сол бір Алматыдағы шыққан мәдениетті сол жерлерде, түкпір жерлерде көретұғынсың. Қандай ауыл болмасын, қандай қала болмасын, бізде бәрібір бір деңгейде болатұғымыз бәріміз. Мәдениет жағынан, білім жағынан, содан кейін қарым-қатынас жағынан бәріміз бірге болатұғымыз. Ал енді қазір басқа ұлттар келем десе Қазақстанға, бір топ адамдар білмеймін қайдан шыққанын, қай жерден келгенін Қазақстанға аяқ астынан шыға келеді, содан кейін өздерін білген қай-қайдағы бір болмаған нәрселерді әкеліп осы жерге жаяды. Қазақтар осындай деп көрсетеді. Бірақ жоқ, біз ондай емеспіз, ешқашан да болған да емеспіз. Біздің ата-бабамыз осы жерде Қазақстанда туып өскен, ата-бабаларымыз да ондай болмаған. Олар бізді адам бол деп өсірген, мәдениетті бол деп, білім берген бізге, тура жолмен жүр деп, ешқашан да кісіге даусыңды ешқашан да көтерме, кісінің затына тиіспе деп өсірген бізді апаларымыз. Сондықтан да біз де осындай осылай қылып өсіреміз балаларымызды. Бірақ балаларымыз да таңғалады. Балаларымыз да кейде таңғалады. Кейде метрода, автобустарда, басқа жерлерде жүргенде бізге айтып береді, содан кейін келгенде. Осындай бір мәдениетсіз адамдарды, жігіттерді, қыздарды көрдік деп. Сондай сөздерді айтады, осындай бір қылықтарды көрсетеді деп. Иә, бүгін сондай бір ақлақсыз, бір сондай надандық, ақымақ нелерді көресің, адамдардың қылықтарын. Мен адамдарды жамандамаймын, бірақ адамдардың қылықтарын жамандаймын. Себебі олар Қазақстанға, қазақ жерімізге, қазақ елімізге бір тыс, бір басқа елден, басқа бір алыстан келген нәрсе сияқты бізге себебі ешқашан болған емес бізде осындай. Мен 60 жыл өмір сүріп жатырмын, ешқашан көрген емеспін. Енді ғана көріп отырмын. Кейде бір әйелдер шулап кетеді, бейшара жүргізуші сорлы адам әрең қыстықта келе жатыр, жүргізіп автобусты, толған автобус. Бірақ бір әйел шыға келеді, міндетті түрде оған ұрсып кетеді. Ойламайды ана кісінің жұмыста отырған, ана кісінің осындай бір үлкен жауапкершілігі бар, қаншама адам отыр автобустың ішінде. Оны ойлау керек қой, кішкене сыйлау керек қой, бір-бірімізді сыйлауымыз керек қой. Соны да түсінбейді, оны білмейді. Өздерін ғана білгенін айтады, сондай бір. Мен өте ұнатпаймын ондай қылықтарды да, оны әкелген адамдарды да шыны керек ұнатпаймын. Себебі олар біздің Қазақстан еліміздің мәдениетін бұрыс қылып көрсетіп жатыр. Оны басқа бір теріс жағынан, бұрын болмаған жағынан көрсетіп отыр. Сондықтан олардан да көре Москвадан келген орыстарда мәдениеті дұрысырақ деп ойлаймын, бізге жақын деп ойлаймын. Немесе
Пекиннен, Қытайдан келген мәдениет адамдар, білімді адамдар бұларға қарағанда жақсырақ болып көрінеді. Неге десеңіз, себебі олардың ондай надандығы жоқ. Олардың ниеті басқа. Ал енді мынау адамдардың ниеті қандай десеңіз, айтып берейін сізге. Олар бәрін бақылап отыруға дайын. Бақылап отырамын деген адамдардың ми істемейді. Себебі олардың түсінбей отырғандары, ешқашан да ештеңені ешбір адам бақылай алмайды. Өзінің ойы болмаса, басқа ештеңенің бақылай алмайды адам. Өзінің өмірін, ертеңгі болатын жағдайды ешкім білмейді, не болатынын. Түнде не болады, 5 минуттан кейін не болатынын білмейді. Мысалы, бақылай алмайды ешкім. Өмірін де бақылай алмайды, денсаулығын бақылай алмайды, балаларын бақылай алмайды. Осы Қазақстанда болып жатқан жағдайда бақылай алмайды. Президенттің кім болатынын, кім болмайтынын бақылай алмайды. Сонымен тек қана бір нәрсені бақылай алатұғын, ол өзінің ойы, миы, санасы. Мінекей. Бұдан басқа ештеңені ешбір адам бақылай алмайды. Сондықтан да соны жақсарту керек. Ойды орнына келтіру керек, реттеу керек. Сананы реттеу керек. Өзінің адамның ішіндегі пейілінің реттеу керек, дұрыстау керек. Адамға жарқын көзбен қарау керек. Сондай бір әдемі, ішіңізден шығып тұрған әдемі энергияны беру керек. Керемет энергияларыңызды көрсетуіңіз керек. Ол үшін өзіңізге көптеген әлі еңбек ету керек. Өзіңіздің жаныңызға, іштегі жатқан дүниеге көптеген жұмыстарды істеу керек. Көре алмаушылықтан, надандықтан, жек көрушіліктен, іштарлықтан, содан кейін ойдың шолақ болуынан аулақ болу керек. Көбірек білім алу керек, мәдениетке үйрену керек, ашық болуыңыз керек. Пейіліңіз ашық болу керек. Себебі осында Қазақстанға келіп жатқан адамдардың, олардың өздерінің құқықтары бар. Әрбір адам, бүкіл дүние жүзіндегі әрбір адамның құқығы бар. Қайда барам, қайда тұрам, қандай еңбек етем деген құқығы бар. Сіз оны тоқтай алмайсыз. Оны бақылай алмайсыз. Қаншама жек көрушілікті көрсетсеңіз де, уыңызды шығарсаңыз да, ішіңізден сонда да бақылай алмайсыз. Керісінше сізді жек көреді қазақтар. Басқа ұлттарды былай қояйық, қазақтар да жек көріп бастайды. Жек көруге бастады. Қазірде басталды уже ондай. Мысалы, көптеген жігіттерді білемін, жақсы әдемі сөйлейді, бірақ оларды да жақсылап тұрып, ютубта да бар ондай жігіттер. Қаншама видеоларды қазақша шығарамыз десек, күледі, тілімізге де күледі, сөзімізге де күледі. Содан кейін қойшы деп тастадық деген жігіттер естігем. Айбат жігіттер, осы Алматыдағы жігіттер, Алматыда туып өскен жігіттер, айбат, білімді, білікті. Бірақ оларды да менсінбедіңдер, сөйлетпей оларды шала қазақсыңдар деп. Бірақ шыны керек, сіздер осы басқа ұлттарды жек көретұғын, қазақша шала қазақ деген атақ қойған адамдардың өздері шала қазақ. Себебі ата заманнан біз ешқашан надан болған емеспіз. Надан болған ол басқа шеттерде тұрған. Мысалы, Афганистан кишлагынан келген, мысалы, Өзбекстан кишлагынан, Туркменистан, Нукустан мүмкін, білмеймін қай жерден, білмеймін, шыны керек, білмеймін. Монғолиядан мүмкін. Бір Монғолиядан келген кісілерді көргем, олар да надандықты көрсеткен. Далада түкіріп, семішкі шылқа етіп, сондай бір мәдениетсіздікті көрсеткен. Содан кейін сөздері да өте сондай сөйлеген сөздері де надан адамдардың сөйлеген сөздеріне ұқсайды. Балағаттап тұрады ол бір-бірін. Сол сияқты осындай бізге өзімізде іштегі жатқан жаулар бар. Сол жаулардан алыс болуымыз керек. Ол жаулар өздерін кішкене білім беріп дұрысталмаса, онда олар ақыр аяғында ешкімге қажет етілмей аяқ астында қалады, шетте қалады. Бізге ешкімге ондай адамдар бізге пайда әкелмейді де, керек емес те.
булардан көрө башка чет мемлекеттен келген адамдар көбүрөөк пайда әкелет. Олар ошол жерде бизнес ашат, жумуш орундарды берет биздин кыздар менен жигиттерибизге. Соң инновациялар, технологиялар әкелет, жаңалыктарды чыгарат осы Казакстаныбыздан. Сондуктан да оларды биз кичине көбүрөөк құрметтейміз. Олардан Қазақстанға пайдасы көбірек. Біздің келешек болашақ ұрпақтарымызға да олардан пайда көбірек мынандай адамдардан көре. Содан кейін айтайын дегенім, бізде бүгін қазақтардың, миллиондаған қазақтар шетте тұр баяғыдан бері. Сонымен қатар осы Алматыдан, Қазақстаннан кеткен миллиондаған адамдар бар. Олар да шет мемлекеттерде тұрып жатыр. Оларға ешкім кет деп жатқан емес. Олар әп-әпет тұрып жатыр. Тіпті ауылдар бар, Америкада, Қазақстан ауылдары бар. Оларда ешкімге бір надан адам шығып оларға кет, Америкадан кет, өзің ауылына қайт деген сөзді ешқашан естіген емеспін. Себебі олар мәдениетті адамдар. Олар тұрса, бір елде тұрса, басқаларды қумайды ешқашан да кет деп. Әрине заңсыз тұрып жатса, Трамп қазір заңсыз тұрып жатқан адам, иммигранттарды әрине шығарып жатыр мемлекетінен. Ол дұрыс деп ойлаймын. Бірақ заңды ретінде, заң бойынша келген адамдар осы жерде өздерінің салықтарын төлеп, компанияларын ашып, Қытай болсын, индус болсын, Африка болсын, орыс болсын, еврей, қай ұлттар болсын, бізге бәрібір ол адам баласы, Алла тағаланың жаратқан адамы. Сіз олардан еш бір артық жеріңіз жоқ олардан. Біз бәріміз құқығымыз бір. Қайдан білесіз, мүмкін Алла тағала оны сізден көре көбірек жақсы көретін шығар. Себебі ол жүрегі сізден көре таза шығар. Қайдан білесіз? Бірақ барасыз да оған дөрекі сөз айтып, балағаттап оны кет, қазақша сөйлесін, немесе кетесің деп оларға ашуланып айтасыңдар. Олар тұрмақ, осы жердегі жергілікті қазақтар қазақша сөйлемейді. Ауылдан келген қазақтар да қазақша сөйлемейді. Неге десеңіз, себебі бүгін экономика, ақша жағынан, қаражат жағынан, бизнес жағынан бәрі орысша болып кетті. Себебі басқа ұлттар бар. Себебі көбірек бизнесті жасайтын адамдар, олар көбірек мемлекеттермен істейді. Бұрынғы осы кеңес одағының мемлекеттерімен бірге жұмыс істейді. Оған әрине орыс тілді білу керек. Олар қазақ жігіттер мен қыздар ауылда қазақ мектептерді бітіріп, әрине қазақша оларға іс жүзінде кішкене сөйлеу керек. Сондықтан олар да орысша сөйлеп кетті қазір. Сіздер де орысша сөйлей беріңдер. Ағылшынша, немісше, французша, қай тілді білсең, неғұрлым көп тілді білсеңіз, соғұрлым көп мәдениет болады сізде. Ал енді қай тілде сөйлесек, ол қайтадан адамның өзінің жеке басының құқығы. Қай тілде сөйлеймін десе, сөйлей береді. Әрине қазақ елінде тұрса, ол қазақ тілді білсе, ол үшін өзі үшін жақсы. Қазір бұны талай қазақ орыс жігіттерде, орыс қыздарды айтып жатыр көп. Басқа ұлттарда көп айтып жатыр қазір. Қазақ тілін сөйлейік, білейік, үйренейік деп. Сонан кейін, бірақ олар үйренеді, шығады да, сонан кейін сіздердің күлгендеріңізді көріп, оларға мазақтап, оны қазақша сөйлей алмайсың деп, тіпті мені да сөйтіп мазақтап қойдыңдар ғой. Сондықтан мен қойған болады оны. 2-3 видеоны шығарып, сонан кейін шықпай қойдым. Сондай бір жаман дөрекі түрде, сондай бір жаман мінезді көрсетесіңдер де, сонан кейін айнып кетеміз біз, ой, қойшы деп. Қазақша сөйлемей қойшы, мыналармен бірге қабаттасып, олардың қасында болғымызды келмейді деп айтатын адамдар бар. Себебі сондай надандықты көрсетесіздер, кейбіреулеріңіз. Неғұрлым көп қазақша сөйле десеңіз, соғұрлым қазақша сөйлегісі келмейді ешкімнің. Мысалы, Англияға барсаңыз, ешкім айтпайды сізге. Америкаға да барсаңыз, ешкім сізге айтпайды. Ағылшынша сөйле. Көптеген адамдарды мен білем Англияда, Лондонда тұрып жатқан ата-апалар ағылшынша білмейді. Өмір бойы тұрып жатыр Англияда, бірақ ағылшынша білмейді, білгісі де келмейді. Оларға ешбір қажеті жоқ. Өздерінің дүкені бар, кішкентай, сонымен өз тілінде сөйлеп отыра береді, өздерінің халқына сатып отырады заттарын. Тіл мәселесі ол әрине қажетті мәселе, сөз жоқ, оны білу керек.
кітаптерді оқу керек, мектептер қазақша болу керек, оны ешбір оған күмән келтірмеймін. Бірақ әрине сонымен қатар біздің өзіміздің ішкі мәдениетіміз болуы тиіс. Соған кішкене көңіл аудару керек. Мәдениеті білімді адамдар болсақ, онда ешкімге ананы істе, мынаны істе, сенің кет мына мемлекеттен. Мынау Қытайлар қазір қаптап кетеді, бізді шығарып жібереді, біздің жерімізді елімізді алып жібереді деген қорқыныш сөздер өте көп болып кетті. Сондай бір надандардың сөйлейтін сөздері шыны керек. Ештеңені түсінбейді, экономиканы түсінбейтін адамдар, ішкі Қытайдың саясатын түсінбейтін адамдар. Содан кейін қазір бүкіл әлемде, бүкіл планетамызда не болып жатқан, не жатқан ештеңені түсінгісі де келмейтін адамдар сөйтіп қорқып отырады да бір-бірін қорқытып отырады. Содан кейін сен бір көзді ашатын нәрселерді айтсаң, жоқ, сен дұрыс айтпайсың, сен тыңдағым да келмейді деп неше түрлі жаман сөздер жазады. Сондықтан да кейде қазақ тілінде де мынау видеоларды шығарғым келмейді. Осындай адамдардың комментарийін оқысам болды, прям айнып кетеді жүрегім. Тек қана сол бұрыс мәдениетті білімді адамдар бар, солар үшін ғана шығарып отырамын осы видеоларды. Соларды ойлап қана шығарып отырамын. Әйтпесе шығармаймын. Басқа адамдар үшін шығармаймын, оларға энергиямды шығарып, уақытымды кетіріп не қыламын. Сондықтан да ойланайық, ағайын. Ол өте күрделі мәселе, себебі ертеңгі күні Қазақстанымыз, еліміз не болады? Бір кишлакқа, ауған кишлагы сияқты болып кете ме ертеңгі күні? Ал енді біз алға жүреміз десек, онда әр адам өзінен бастау керек. Ең бірінші, ең алдымен біліммен ішіндегі жатқан мәдениетін дұрыстау керек. Содан кейін жүрегін тазалау керек. Әсіресе мынау үрейлерден тезірек аулақ болу керек. Ештеңені қорықпай, жүрегін тазалап, ойын тазалап, өзінің бойын тазалап, өз шаруасын ғана біліп, өз мәселесін ғана шешіп, өз ойын ғана бақылап, ешбір мәселеге, өзі түсінбейтін, білмейтін мәселеге қасына да бармау керек ондай адамдар. Тек қана өзін ғана дұрыстап, адамша дұрыс бір деңгейге келтіру керек болды. Басқа шаруаларға, ешбір шаруаға қатынаспау керек ондай адамдар. Түсінбесе, білмесе, қатынаспасын ондай адамдар. Әйтпесе олардан пайдадан көре көбірек зақым келтіреді, сонан кейін бізге қиыншылық әкеледі ақыр аяғында. Жақсы, аман болайық адамдар. Қазақтар, аман болайық. Жақсы, келесі кездескенше аман сау болайық.